негізгі орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Мұрадилова Жансың Серікқызы. Бүгінгі педагогикалық идеялар фестивалінің шеберлік палитра бағытында өз жұмысымды ұсынамын. Менің математикалық жобамның тақырыбы қолымда бар жауабым. Ары қарай қолымда бар жауабым жобасының мақсатына жалпы тоқталатын болсақ, жалпы математикалық есептерді саусақпен есептеу оқушылардың математикалық сауаттылығын және сынақ кезінде түрлі жеңіл түсіндіруді ойына тез жеткізуді қалыптастыру. Ал міндетке тоқталатын болсам, саусақтар арқылы жеңіл, дәл, уақыт жоғалтпайтын білім дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту. Математикалық сауаттылық пен функционалдық білім дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың математикалық ойлауына шығармашылық бағыт беру. Енді мен практикалық жұмыстарға мынадай жұмыс үлгілерін ұсынғым келеді математикалық. Мына жерде 9-ның көбейту кестесі. Ары қарай кететін болсақ, бала өзінің қолының саусақтары арқылы сызғыштығын кере кетпей сызғыштық. Қанша қолының жоғарғы жағындағы астыңғы бөліктері қолының ашылуын өз өлшеміне қарай есептей алып, оны математика сабағында қолдана алады. Одан келе айды біз апай қараша ай қай уақытта бітетінін соны бала былай есептей алады. 30-ы, 31-і, 30-ы, 31-і деп ары қарай есептей алады. Яғни күндізбе болмаса да оқушы менің жобам арқылы айдың қай уақытта қай күні бітетінін біледі. Ары қарай көбейту кестесін маған 5-ші сыныпқа келгенде балалар өте қиналады. Сол кезде мен осылай өз саусақтарын параққа бетіне орнатып, балаларға көбейту кестесін мынадай түрде де жаттатқыза аламын. Бұл жобаны жазудағы жаңашылдығым деп айтайыншы. Бұл жобаны жазғандағы жаңашылдығым өлшем бірліктері тез жетпей алады. Қазір біз қиналатынымыз бала сантиметрді метрға, метрді сантиметрге алмайды. Соған біздің қолымыздың саусақтары арқылы аралықтарын осылай дециметр, сантиметрмен өлшем бірлігін жазып, оқушы осының көз алдарына елестетіп, есептей алады деп осындай бір идея ұсынғым келіп отыр. Бұл практикалық жұмыстар оқушылармен жүргізілген. Осы саусақпен математиканы игеру маған үлкен жетістіктер әкелді. Осындай оқушылардың жетістігіне мың бала олимпиадалары, жалпы аудандық олимпиадалардан жүлдегер оқушыларым жетістікке жетіп отыр. Сонымен қатар осы түрлі математикалық бағыттарда жарыстарға қатысып, өзім де жүлдегер болып жүрмін. Біздер көбінің жағдайда құралсыз-ақ саусақпен санап есептей аламыз екен. Қолымыздан өзінде тұр екен есептің жауаптары. Осыны пайдаланып білейік. Апай, мен математика сабағында саусақпен өлшем бірліктерді санауды үйрендім. Жақсы. Қалай айта қойшы? Әр саусақтың арасын 10 деп аламыз. Жақсы. Мысалдан 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Дұрыс. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Молодец. 1 дециметрде 100 миллиметр бар. Дұрыс. 1 метрде 10 дециметр бар. Жақсы. Ал 1 метрде 100 сантиметр бар. 1 километрде 1000 метр бар. Ал 3 километрде 300 мың сантиметр бар. Молодец, керемет.